Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін каналымызда сіздермен бірге кеспе көже дайындайтын боламын. Ол үшін ең алдымен еттерімізді осылай майдалап, 4 бұрыштылеп турап аламыз. Келесі кезекте сәбіздерді осылай ұзынша етіп турасаңыздар болады, немесе теркадан өткізіп қосуға да болады. Сол кезде тамақтың арасында білінбей, балаларға жеуге өте оңай болады, немесе кубиктап турасаңыздар да болады. Және де осылай картоптарды мен майда кубиктап тураймын, себебі кеспе көженің арасында үлкен болып көрінбей, майда өте әдемі, жегенге де ыңғайлы болады. Содан соң пиязды осылай жартылап, кәдімгідей турап барлығын дайындап аламыз. Және де бір болгар бұрышын турап алсаңыздар болады. Оны да осылай майда кубиктап тураймыз. Тамақтың ішінде өте әдемі көрінеді. Және де жеуге өте ыңғайлы болады. Балаларыңыз болса байқамай жеп қоятын болады. Міне барлығын дайындап турап алдық. Енді кезекте қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, қуырып бастаймыз. Ең алдымен қызып тұрған майымызға еттерімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Міне осылай қуырылған кезде пиязымызды салып, тағы да 1 минут қуырамыз. Міне пиязды салып 1-2 минут қуырдық. Сол кезде көлемі кішірейеді. Содан соң келесі кезекте сәбізімізді салып бір араластырып жібереміз, дағыны болгар бұрышын салып, тағы да 1-2 минут қуырамыз. Міне 1-2 минут қуырып алғаннан соң келесі кезекте картоптарымызды салып, барлығын жақсылап бір араластырып, 1 минуттай қуырамыз дағыны. Томат пастасын қосып, қызартып, тағы да 1 минут қуырып, үстіне суымызды құйып, қатты отта қайнағанша ұстаймыз. Міне сорпамыз біздің бір қайнап шықты. Осы сәтте дәміне қарай тұзын қосып, жақсылап араластырамыз дағыны. Өте баяу отта 1,5 сағатта етіміз піскенше пісіріп, бетін жауып қалдыратын боламыз. Осы уақытта біз қамырын дайындаймыз. 2-3 қасық мұздай суымызға 1 қасық тұзын салып, жақсылап тұз ерігенше араластырып аламыз. Келесі кезекте 1 жұмыртқаны жарып салып, тағы да жұмыртқанмен суды жақсылап араластырып, қозғап аламыз дағыны. Ұнымызды салып қамыр илейміз. Менде 6 қасықтай ұн кетті. Барлығын салып жақсылап иледім. Өте қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамыр шығады. Міне біз қамырымызды илеп болдық. Қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамыр шықты. Енді осы қамырымызды тындыруға 20 минутқа немесе жарты сағатқа қалдырамыз. Содан соң бізге жаю өте ыңғайлы болады. Қамырымызды үлкендеу етіп, жұп-жұқа етіп, жайып шығамыз. Міне біздің қамырымыз үлкендеу етіп жайып алдық. Енді кесуге дайын болды. Осы кезде мен сияқты дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп алсаңыздар болады. Немесе қалауларыңызша кессеңіздер болады. Мен дәл осылай кесіп алам дағыны. Барлығын бүктеп, турап алам. Сол кезде маған өте ыңғайлы турауға да. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Жаңағы кесіп алған қамырларымызды осылай бүктеп алып тураған өте ыңғайлы. Міне барлығын тураймыз. Өте жұқа етіп тураға тырысамыз. Осы рецептпен қамыр жасасаңыздар мүлдем жабыспайды, және де піскен кезде ісініп кетпейтін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Осы аралықта біздің сорпамыз да дайын болды. Міне қамырларымыз да дайын. Байқасаңыздар бір-біріне жабыспайды. Өте керемет қамыр шықты. Дайын болған қамырларымызды сорпаға салу үшін сорпамызды өте қатты отта, қатты бұрқыратып қайнатып аламыз дағыны. Сол сәтте қамырларымызды салып, 3-4 минутта немесе 5 минутта қамырларымызды пісіріп аламыз. Өте тез піседі және де өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Қамыр салғаннан соң жақсылап араластырып жібереміз. Қамырларыңыз жабысып қалмау керек бір-бірінің үстіне. Міне осыдан соң қатты отта бұрқыратып қайнатып 4-5 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің кеспе көжеміз дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Біз жасағаннан шығатын өте дәмді кеспе көже болды. Әсіресе бұл тағамды үлкен кісілер сүйсініп, рахаттанып жейтін болады. Міндетті түрде жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Тағамды ұсынған кезде осылай укроп салып, немесе түрлі аскөктер салып ұсынсаңыздар өте дәмді және де керемет хош иіс болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, каналға тіркеліңіздер. Ас болсын.